Бірінші біз аяқтарын тоқып аламыз. Ол үшін кольцо амигуруми алып аламыз. Осылай екі саусаққа орап, крючокты осылай кіргізіп аламыз. Міне осылай. Осындай кольцо пайда болады. Содан соң ауада екі рет іліп аламыз. Ауада екі рет іліп алған соң 6 рет осы жіпті айналдырып, 6 рет іліп шығамыз. Столбик без накида. 6 рет сол дәл осылай ілеміз. Видеоға мұқият қараңыздар. Алты рет іліп аламыз. Соны жібін тартсаңыздар, осылай жібін тартқан кезде осылай жиналу керек. Содан соң біріктіреміз бірінші және 6-шы столбикті. Осылай біріктіріп аламыз. Ауада іліп алдық қой бірінші. Соның екіншісі былай көрініп тұрады, өзі былай білініп тұрады. Бірінші біріктіріп аламыз, солай. Ал видеодан жақсылап қарап, көріп біріктірсеңіздер болады. Енді тағы да ауада екі рет іліп аламыз бастаған кезде. Енді айналдыра әрқайсы столбиктен екі рет іліп шығамыз. Өзі былай байқасаңыздар, өрім болып тұр ғой. Сол жерден аламыз. Екі рет іліп шығамыз әрқайсынан. Өзі байқадыңыздар ғой. Сол жерден әрқайсынан екі рет іліп аламыз. Бұл жерде солай көбейтеміз. Әр столбиктен екі рет ілінеді. Он екі столбик шығу керек. Соңына барған кезде екінші қатарда тоқуымыз енді өзгереді. Екінші қатарды тоқимыз. Бірінші біріктіріп аламыз. Осылай қатардың басы мен соңын. Содан соң ауада екі рет іліп, бірінші столбиктен бір ілмек аламыз. Ал екінші столбиктен екі рет іліп аламыз, яғни көбейтіп отырамыз. Қосып аламыз. Бірінші столбиктен бір рет ілдік, екінші столбигімізден екі рет іліп аламыз. Дәл солай через қатардың соңына дейін тоқимыз. Біреуінен бір рет, ал екіншісінен екі рет іліп. Бұл жерде бізде 18 столбик шығу керек. Бұл жерге схемасында былай сызып қойдым. Соған қарап тоқсаңыздар да болады. Английский В тәрізді тұрған, ол екі рет іліп аламыз, яғни қосып тоқуымыз керек деген белгісі. Енді үшінші қатарды тоқимыз. Үшінші қатарда дәл солай қатардың басы мен соңын біріктіріп алған соң, ауада екі рет іліп алған соң, бірінші және екінші столбиктен бір рет, келесі столбиктен екі рет іліп аламыз. Әр үшінші столбиктен көбейтіп отырамыз, екі рет іліп. Дәл солай қатардың соңына дейін жалғасады. Бірінші, екінші, үшінші столбиктен бір рет. Бірінші, екінші, үшінші столбиктен бір рет. Әр төртінші столбиктен екі рет ілеміз. Дәл солай қатардың соңына дейін жалғасады. Бұл қатарды аяқтап болған соң, кейінгі қатарымызбен біздің осы тасбақаның аяғы
бітеді. Осылай біріктіріп аламыз. Ауада 2 рет іліп аламыз. Содан соң 4 столбиктен 1 рет ілеміз. Әр 5-ші столбиктен 2 рет іліп отырамыз. Яғни әр 5-ші столбиктен көбейтіп отырамыз. Дәл солай қатардың соңына дейін жалғастырамыз. Енді біз аяқтаймыз. Бізге екінші түсіміз керек болады. Екінші түсті жіпті алып, мен осылай жіпті жақсылап тартып, ішіне білдіртпей іліп қоямыз, сөгіліп кетпес үшін. Енді екінші түсті жіпті аламыз. Мен осы түсті жіпті таңдадым, малина түсті. Содан соң осылай біріктіріп аламыз. Осылай тұру керек. Содан соң екінші түсті жіпті осылай өткізіп аламыз. Күртшекке іліп. Содан соң біріктіріп осылай бүгіп аламыз. Содан соң екі бетін біріктіріп тоқимыз. Осы жақтан осылай іліп аламыз. Содан соң екінші жағынан біріктіріп, столбиктерімізді алып шығамыз. Столбик без накида әдісі қолданады. Сонда осы екі түспен әдемі шығады. Дәл осылай қатардың соңына дейін тоқимыз. Осыдан соң және дәл осындай үшеуін тоқисыздар аяғымызда. Сонымен аяғы аяқталады. Үстіңгі бөлігі де дәл осы аяқтың тоқылуы сияқты тоқылады. Бірақ та біз қосымша тағы бір қатар қосамыз. Яғни тасбақаның тасы болады, оның бірақ астыңғы бөлігі болады. Дәл осы түстен, аяғының түсінен, бірақ та бір қатар қосымша тоқимыз. Енді біз
денесінің астыңғы бөлігін тоқимыз. Жаңа айтқандай, дәл жаңағы аяқтарын тоқыған сияқты тоқылады, бірақ та бұл жерде өзгеріс, қосымша бір қатар қосып тоқимыз. Жаңа бізде бес қатар тоқыған болсақ, бұл жерде 6 қатар тоқимыз. Дәл жаңағыдай тоқып аласыздар. Бірақ та бұл жерде осындай шыққан соң, тағы да бір қатар тоқимыз. 5 столбикті қарапайым іліп аламыз, ал әр 5-ші столбиктен соң 6-шы столбиктен 2 рет іліп көбейтіп отырамыз. Сонымен денесінің астыңғы бөлігі бітеді. Бір, 2, 3-ші столбик, 4-ші столбик, 5-ші столбиктен соң 6-шы столбиктен 2 рет іліп аламыз. Дәл осылай денесі аяқталады. Содан соң біз үстіңгі бөлігін басқа түстен тоқимыз, яғни тасы. Денесінің тасы да дәл сол астыңғы бөлігін тоқтық қой, денесінің. Дәл сол сияқты тоқылады. 42 столбик іліп аламыз, 7 қатар. Бірақ бұл жерде біз қосымша тағы 2 қатар іліп аламыз. Екеуі бірдей болу керек. Біріктіріп тоқығанда қисық шығып қалмас үшін. Енді біз тасына 2 қатар іліп аламыз. 7 қатарды тоқып алдық қой, енді 8-ші, 9-ші қатар ешқандай қосу болмайды. Екі қатарды жай іліп шығамыз. Әрқайсысынан бір рет. Келесі видеода басын тоқуды және аяқтарын қосып, тасбақамызды біріктіріп аяқтаймыз. Ал келесі видеода кездескенше сонымен аяқтары, денесі осымен бітеді. Сіздерге келесі видеода басын тоқуды көрсетемін.